Әруақ атқан. Қызыл өңірде Темірхан ауылдың қыраттау тұсында тұрған көк күмбезді шағын мешітке тезек теріп келгендей, тер-тер болып ентігіп кіргенде, жас имам бұрышта малдас құрып тәспі тартып отыр еді. Әншейінде ащы сумен әуестеніп, мешітті маңайлап қоймайтын жігіт ағасының ойда жоқта Құдай үйіне аяқ басып отырғанына 30-ды орталап қалған имам таңдана қарайды. Етене әңгімелесіп жүрмесе де екеуі айына бір-екі рет зиратқа тоқайласып тұрады. Темірхан көр қазып тиын тебен табады. Жас имам бақилық адамның жаназасын шығарады. Кірген бойда ассалаумағалейкум деп қолын созған Темірхан бұдан әрі ғұрыптық ілтипаттарға бұрылмастан келген шаруасын тікесінен айтты. Имам мырза, бүгін күндіз маған ауылдың байкеші Ермұрат келіп ауыл сыртындағы көне қорымды бірге қазуға күттеді. Көр қазама, жер қазама, ол өзінің шаруасы. Келген себебім нақ сол көне қорымға тиісуге болмайды. Ол бір өте киелі жер. Менің түсінгендерімді құлағына дәлмеді. Сіз бір ауыз айтсаңыз мүмкін пиғылынан бас тартар деп ойладым. Имам бұл тақырыпқа қатысты әр жұма намазда жамағатқа айтып жүрген дағуаттарынан үзінді келтіріп пайғамбарлар мен сахабалар өмірінен бір шама хикметтерді тарқатып көргісі келген. Бірақ келгеннен кетуі тез көрініп тұрған ауылдасының уағыз тыңдайтын уақыты жоқ екенін ұқты да, жақсы аға, ол кісіні көріп жатсам айтармын, болмаса Алладан ниетін оңғаруға жәрдем беруін тілеп, сыртынан дұға жасармын деді, екі-үшті жауап беріп. Ермұрат жаратылысынан қол қусырып қарап отыруды, суқаны сүймейтін қағылгез жан, қарайған пенде көрсе ұдайы өбектеп, именшектеп иеліп тұрады. 40-тың бел ортасынан асқан, ғұмырында ол сүйекке біткен бұл мінезінен бірде алға өз, бірде жарға жығылып, икеміне көне бермейтін ит шығыс тірлікке бой ұсынып келеді. Бірақ Ермұраттың бұл мінезі есейе келе ел жұртпен тонның ішкі бауында етене араласуына жарабақ тұр. 90-шы жылдары өзі құрыпта ауыл балалары тапқан таянғанына Қытайдың спиртімен құдық суының қосындысынан шыққан сасыған арақ ішіп түн баласы көше кезіп, бір-бірімнің қабағын жарып, мұрнын бұзып сандалбай тірлік кешіп жүргенде, Ермұрат жылыстап қалаға жетіп алды. Базар жағалап, тәш кетеріп жүріп бір шама тиын тебеннің басын құрады. Соңында сауда саттыққа айналды. Алматының көтерме сауда базарына ала дорбамен таразға итшілеп сағыз темекі тасыған кезі әлі есінде. Сол сағыз бен темекіден тірнектеп құралған тиыны бүгінде қоралы қой, табанды сиыр, үйірлі жылқыға айналды. Алды артын танып малы кеш малда баққанға бітетін білетін, ол өз ғұмырына жететін дәулетінің құралғанын әуелі Құдайдың несібесі десе, қалғанын өзінің сарамжалдығы мен сараңдығының арқасы екенін сезеді. Ел етек жеңін жинап, мал ұстағанның ырысы арта бастаған бертінде базарды бір жолата қойып ауылға оралды. Ата кәсіпке құныға кірісіп, аудан басшыларының алды-артына шығып, сыйлап-сипап жүріп, біраз жайылымдық жерді жекешелеп алды. Ол жердегі біраз уақ малы мен қамбар атаның түлігінің түгі жаңарып, қора қопысы біраз кеңейіп қалды. Дүние ай десеңші, Ермұрат астындағы сүліктей қара джиппен өзіне меншікті жайлауда қаралған кезде, сүйексінді жалтақ мінезінен тез арылып, жоны күжірейіп, өзін адам мен аң құсқа билігін қатар жүргізген Сүлеймен патшазай сезініп қалушы еді. Жайылған малды жалбақтаған малшыны, жайлаққан маңайдағы өзенді көргенде, төменшік мінезі төбенге өрлеп, маңғазданып паңдана қалады. Бір жолы қасына қойшы керімбектер шабындықтың жай күйін қарап, мал түгендеп жүргенде жазық далада домбыраның төңкерілген шанағындай жеке дара тұрған төбенің жанынан өткені бар. Бұған бұрын соңды көз салмағанына таң қалды. Керімбек қожайына жаққысы келді ме? Жол бойы жағы талмай төбенің тарихи жайлы ескі көздерден естігенін тәптіштеуге көшті. Бұл төбе баяғы заманда хан кеңесі өткізетін киелі орын болыпты. Бұрын бұдан әлдеқайда биік болған деседі деп бастады әңгімесін Керімбек. Ермұратты ертегі сарындас ұзақ сонар әңгіме жалықтыра бастаса да, басқа ермек табылғандықтан лашсыз тыңдап отыр. Әңгіменің бас аяғы былай өріледі. Қарауыл төбені хан арнайы тұрғыздырып, ұшар басына орнатылған алтын сүргімен сүргілеген тағында отырып, қол астындағы халықпен мәслихат өткізеді екен. Ел іші алай-тайдай бүлдірген қылмыскермен ұры-қарыға сол жерде үкім кесіліп, жазалылар төбенің қақ ортасында қазылған зынданға тасталыптымыз. Кейіннен жаугершілік заманда хан өзінің барша қазынасын осы төбенің астында тықтырған деседі. Аласапран кезеңде хан жау қолынан қаза тауып,
ел жұрты патшасын арулап, осы биікке қойыптымыз. Қазына жайлы естігенде Ермұрат елең ете қалды. Сонда бұл төбенің астында алтын бар ма? Ермұраттың төтеннен қойған сұрағына қойшы бейшара қапелінде не деп жауап берерін білмей дағдарып қалды. Қазып көрсе шығатын шығар деді күмілжіп. Қойшының екішті жауабына онша қанағаттана қоймады. Алтын көмбе туралы әңгіме кешкісін үйіне келгенде де ойынан шықпай қойды. Тәтті елеске ерік берді. Бір сәт өзінің құрттаған малдың шаруасымен әбігер боп жүрген пәкене тірлігіне теріп жетті. Қайткенде де қазынаны тауып алса, төк байлыққа қарық болсам деп армандады. Қиялы одан әрі шарықтап, Лондонның ең қымбат ауданынан вилла сатып алғаны, Париждің көшесінде Бугатти көлігімен серуендеп жүргені көз алдына келді. Түні бойы дөңбекшіп дұрыстап ұйықтай алмады. Ертеңінде таң бозында ерте тұрып ауылдың шетінде тұратын ішкіш Темірханның үйіне тартты. Көшенің ең шетіндегі айналасында шеңгел өсіп кеткен қоржын тамның тек пішегінде Темірхан таң азанмен темек тартып отыр екен. Әншейінде араққа ақша сұрамасаң деп ұсынған қолын ала қоймай, бұрыла қашатын Ермұраттың құлқын сәрде үйіне өз аяғымен келіп тұрғанына таң қала қарауады. Ассалаумағалейкум Темаға, өзіңізде бір шаруам бар еді деді ол. Өзінің жас кезіндегі биязы қалпына қайта еніп, жанындағы тасқа отыра кетіп жайлауындағы жалғыз төбенің мән жайын бүкпесіз айтып шықты. Сол төбеді жан баласына білдірмей, екеуміз қазып көрсек деген бұйымтайын бипаздап жеткізді. Егер құнды заттар табылып, елеулі пұлға айналдырса ауылдың басынан еңселі бір үй салып беретін және астына машина мінгізетін айтып емексітті. Ермұраттың Темірханды іздеуінің мәні бар. Жұрттың айтуынша ол ертеректерде археологиямен кәсіби айналысқан кәнігі маман. Алматыда арнайы оқуын тәмамдаған. Бірақ айдалада жер қазудан жалыққан кезде жастықтың буымен анда-санда ащы сумен көңілдемдеп жүріп, әзәзілді бойына әбден сіңіріп алғанын байқамай қалған. Содан қанғалақтап жүріп, осы ауылда қалып қойған. Бүгінде ауылдастары Темірханның бұл ауылға қашан, қандай жағдаймен келгенін есіне де алмайды. Әне бір жылдары 5 баламен жесір қалған Гүлбиғайшаға үйленіп, ауылдың сиырын бағып ел қатарлы өмір сүре бастаған. Кейіннен жаман әдетін қайта басып, іздеп жүріп ішуге көшкенде Гүлбиға шартынан бір теуіп қуып шықты. Енді міне қожайындары бұрынырақта қалаға көшіп кетіп, ауылдың шетінде қараусыз қалған осы үйді паналап жүргеніне біраз жылдың жүзі болды. Темірхан Ермұраттың қойшыдан естігендерін төкпер жырдан термелеп отырған төбені іштей біліп отыр. Көз алдында осыдан бірнеше жыл бұрын сол төбеге қатысты болған оқиғалар тізбегі зырғып өткендей болды. Әңгіме тізгінін өз қолына алу үшін түсіндім дегендей қолын бір сілтеді. Білемін ол төбені. Тарихшылар 8 ғасырда мекен еткен түрік соғдырлардың ежелгі қаласының орын екенін анықтаған. Төбе сол қаланың ситаделі болған. Бірнеше құнды артефактілер табылған деседі. Темірхан айтуын айтса да, антефактыға сөзінің аяғын жұтып қойды. Ал қазынаның бары рас па? Қойшының естіген әңгімесінің жаны бар. Төбеде ерте дәуірде осы аймаққа билік құрған өте бір әулие кісінің сүйегі жатыр. Ел аузындағы аңыздарда сол жердегі қазынаның иесі деп саналады. Сондықтан археолог ырымдап ол жерге көп жолай қоймайды. Ермұратты бұрын соңды естіп білмеген терминдермен сабақталған тарихи деректер онша қызықтыра қоймады. Қойшының сандырағын қайталап, бұл да оттай береді ғой деп ойлады ішінен. Көкейін тесіп бара жатқан қазынаға тезірек жетсем деп тыпыршып отыр. Бірақ Темірхан асығар емес. Өзіне жақын саланың ой-қырын сыры қамызды сапырғандай баппен баяндауда. Жай жапсарды дестелеп жеткісе де, әңгіме соңында ол жерді қазуға тіптен құлқы жоқ екенін ашық айтты. Оқиға былай болған еді. 95 жылы Темірхан Алматы маңындағы көне қорымдағы зерттеу жобасы бойынша шыққан топпен бірге қазба жұмыстарын жүргізіп жатқан. Бір күні шаңқай түсте шатырларының жанына қара Мерседес машинасы келіп тоқтады. Көлікте мығым келген 3 жігіт түсіп, бұрыннан таныс адамдардай жайдар амандасып, жұмыстың жай жапсарын сұрастырды. Үлкендеуі сөз бастады. Біз сізді жақсы білеміз. Сіз Темірхан Орынқұлов деген археологсыз ғой. Біз Алматыда антивариант саудасымен айналысатын кәсіпкерлеріміз деп таныстырды өздерін. Темірханның іші қылп ете қалды. Таяуда қорымды қазу кезінде табылған әйелдердің көне әшекейлерін жанындағы жолдастарынан жасырып қалып, қаладағы таныстар арқылы өткізіп, азын аулақ ақша тапқаны бар. Дәуде болса солардың жол сілтеумен келіп тұрғанын аңғарды.
мүмкін кәсіпкер атын жамылып қолға түсіруге келген прокуратура қызметкерлері шығар деген ойда келді. Сұрақтары күмәнділеу көрінгендіктен сұрақты төтесінен қойды. Иә, маған қандай шаруамен келіп тұрсыздар? Біздің сізге бір ұсынысымыз бар. Атын айтпай-ақ қояйық. Сіздің бір әріптесіңіз Тараз маңындағы ежелгі қала орындарын қазғанда біраз бағалы алтын заттар, көне монеталар тапқан екен. Жасырмай-ақ қояйық, оны біз қара базар арқылы жақсы ақшаға шетелге өткіздік. Археолог ағамыз ақысына мынандай бір Мерседес мінді. Оның қандай маған қатысы бар? Сіз кәсіби археологсыз және анда-санда қара археологиямен де айналысатыныңызды жақсы білеміз. Бізге сол төңіректі құпия түрде тағы да қазып көру керек болып тұр. Білетін адамдар біз өткізген алтын монеталардың әлі біразы табылу керек деп отыр. Қалған монеталарды сол таныстарыңыз арқылы аршып ала бермейсіздер ме? Өзіміз де солай ойлағанбыз, бірақ ол кісі 3 айға Францияға кеткен. Біз күте алмаймыз, уақыт тапшы. Ар жағында қыс келе жатыр дегендей, Темірхан әріптес туралы әңгімесінің бәрі өтірік екенін сезіп тұр. Қара археологиямен айналысатындар өздерінің сенімді адамнан ешқашан айырылмайды. Бұлардың таңдауы тек өзіне түскенін аңғарды. Бір уақ жылдап жүріп, табатын қыруар ақшаны 2-3 күнде уыстап қолына ұстағалы тұрғанын ойлап, алтын күрекке көбісі сөгілген қасат қардай аздап жібей бастады. Археологиялық орынды тиісті органдардың рұқсатынсыз қазғанымды білсе, ертең мені қудалайды ғой. Ол жағынан қам жемеңіз, бәрі құпия жасалады. Қауіпсіздіктің бәрі қарастырылған. Және сіздің көлік жүргізбейтініңізді біліп, еңбегіңізге бір Мерседестің құнын ақшалай төлесек деп отырмыз. Ол одан кейінгі жағдайды еске түсіргісі келмеді. Мистикаға бергісіз шынжыр қатар шым-шытырғы оқиғалар оның өмірінде қарадақ түсірген еді. Қазіргі сормаңдай жүрісіне сол түнгі оқиға себеп болды деп долбарлайды. Темірхан студент кезінде қатарластарының арасында зеректігімен ерекшеленетін. Қол қалт етсе кітапханадан табылып, шаң басқан сирек қолжазбаларды ақтарып, тарихтың қатпар-қатпар қыртыстарын өңіп, өзінше гипотезалар жасауға құмар еді. Біраз уақыт Таластың ежелгі тарихына бойсын күтті. Талас ғазауытына қатысты ол деректер жадында әлі сақтаулы. 8 ғасырда ежелден атақонысқа айналған Талас аймағын мекендейтін түрік тайпаларының арасында тұтанған алауыздық Қытайдың таң патшалығының билеушілерінің батыс шекараны кеңейтсек деген зымиян жоспарларына дөп келген тұс болатын. Ішкі қырқыстарды жедел пайдаланған Қытайлар Жетісу өңірінен Шаш қаласына дейінгі алып аймаққа қол сұға бастады. Исламды жаңаға алдап жатқан түрік тайпалары ара-тұра Талас Шу өзендерінің бойында кіші қақтығыстарға барғанымен, ғазауат соғыстан жариялап шешуші ашық майданға шығуға әлі дайын емес еді. Өңменде бөкпе тұсқа жетіп қалған жауға тойтарыс беру үшін қол астындағы халқына имандылығымен, әділдігімен танылған Талас билеушісі Тархан Қаған мұсылман арабтардан көмек сұрауына тура келді. Қытайлардың да әскері осыған жете қабылтын. Талас өзені бойында 5 күнге созылған ұлы шайқаста түрік араб әскері Қытайларға жойқын соққы беріп, атамекенді қорғап қалды. Тархан Қаған қиян кесті ұрыста шахид болған мыңдаған бауырларының иманын өзі үйіріп, көкірегі қарс айырылып көзіне жас келді. Бір кезде қызыл жақтан бара жатқан күнге шағылысқан Талас өзеніне көз тікті. Күннің реңіне қарай суда қызарып кеткендей, өзеннің жағасына барып бисмилля деп қолын шаюға алақанына су толтырғанда ғана байқады. Шахидтердің суша аққан қаны араласқан Таластың суы да қып-қызыл қан түстес болып кеткен екен. Тархан Қаған сол сәтте бұл дүниені тәрк етіп, Алла тағала жолында жанын құрбан еткен шахидтерден жаным артық емес деп өзі отырған жерден қылует қаздырып дәм-тұзы таусылғанша сонда дұға жасап өткен. Темірхан төбені қазарда ойына оралған осы оқиға денесін тітіркендіріп жіберді. Тарихи картография бойынша Қорым көне қаланың орны әрі шайқас өткен жермен тұспа-тұс келіп тұр. Мана күздің қара суығына бойы тоңази бастаған соң, рюкзагіндегі жарты шөлмет қылқытып жұтып алған. Металл іздейтін детекторын іске қосып, төңіректі біраз аралап көрді. Бір кезде құралының жарығы жылпылдап дыбыс бере бастады. Кәсіби сезімталдығы неде болса, бір құпия дүниеге тап келгенін аңғарды. Ол бұл орынды 3 күнде қазды. Ара-тұра қыш құмыраларының сынығы кездесті. Қарайып кеткен ұсақ-түйек тиындар табылады. Әзірге аса құнды дәнеңе қолына ілікпеді. 3-ші күнге жер қазуда бір жартылық тұрттап жүріп, қас қарайғанда байқамай қалыпты. Шатырының жанындағы ошаққа от тұтатып, күні бойы берекесі қозғалыстан бір сәт тыныстап отырған.
Бір мезетте жанындағы төбеден ошақтағы оттың жалқындар зе тағы бір жарық пайда болды. Көзін уқалап орнынан тұрып анықтап тағы да бір қарады. Төбе үстіндегі жарық енді адам бейнесіне еніп құбылаға қарап намаз оқып отырған ақсақалды көрді. Түс көргенде міз бақпай тұрып қалған екен. Ақсақал намазын оқып болып бетін сипады да орнынан тік тұрып Темірханға тесіле қарады. Ашулы жүзбен қолындағы аса таяғын Темірхан жаққа бір нұсқады да теріс бата жасап кері бұрылып батыс жаққа аяңдап кетіп бара жатты. Көке, араққа ақша табу үшін көрде қазып жүрсіз ғой. Оның қасында мына өзіңіздің сүйікті кәсібіңіз ғой. Оның үстіне басыңызға үй, астыңызға машина мінгізгелі тұрмын. Айналайын бауырым, егер сен басқа жерді айтсаң ақысыз айлап жатып қазуға да дайынмын. Бірақ шынымды айтайын, ол төбеге енді жоламаймын. Себебін де сұрама. Бәрін біліп тұрсаңыз, тым болмаса төбенің қай бұрышын қазу керектігін айтсаңызшы. Өзім ақ бітіремін бар шаруаны. Айт десең айтайын, бірақ ертең өзің өкініп жүрме. Төбенің құбыла жақ тұсында үлкен қызыл тас жатыр. Сол тастың маңайын бажайлап қарасаң, бұрыннан қазылған жердің орны бар. Ол бейіттің орны. Сол бейіттің ақын тұсына келгенде оң жаққа қарай тағы 1 метрдей тереңірек қазып көр. Алдында металл детектор сол маңды көрсеткен. Бейіт орнын қазарда мал шалып, қан шығарғаның дұрыс шығар. Ол өзі өте бір әулиелі жер. Темаға әлде ойланарсыз, мүмкін бірге барармыз. Жоқ. Ермұрат Темірханның үйінен бұлқан-талқан болып шықты. Пышақ кескендей оның үзілді-кесілді жауабы қарадай жынын келтірді. Әуелге себі дұрыс шықпағандықтан ба, туабітті итшілігінің иненің жасауындай да жұрнақ қалмады. Ақыр аяғында Темірханмен жазғытұры найзағайда шарпысып, аузына келгенін аямай ақтарды. Жол жөнекейде сыртынан сыбап, қаңғып келген осындай алқаштар ауылды бұзады деп, жұрттың атынан сөз сөйлеп кеткенін өзі де байқамай қалды. Сол күні ымырт үйірле Ермұрат құрал сайманы машинасына салып, жалғыз төбеге барды. Қызыл тас төбенің етек жағында тұр. Фонариктің жарығымен маңайын бағдарлап көрді. Темірхан алдамаған екен. Жас топырақтың шашылған тұсына жақындап барғанда қазылған жердің орның үрейіп тұр. Шұңқырға түсіп, едел-жедел ісікке кірісіп, күрегі батқан жердің топырағын сыртқа лақтыра бастады. Бұрын бала кезінде түн баласына түзге шыққаның өзінде елегізіп тұратын. Бұл жолы бойында ондай қорқыныш жоқ. Алтынның буы қорқынышынан басымырақ сияқты сезінді. Белуарынан асқанда күрегі қадалған жерден жарқ етіп от шықты. Адамның бас сүйегі екен. Одан ары есінде жоқ. Көзін ашса киіз үйдегі төсекте жатқанын аңғарды. Сыртта мал қайырған еркектің айқайлаған даусын естілді. Артынша үйге Керімбек бас сұқты. Ереке, амансыз ба? Қорқып кеттік қой. Мен бұл үйге қашан келдім? Ереке, түнде өткенде төбенің жанынан атпен өтіп бара жатып, машинаңыздың жарығын көріп кері бұрылған едім. Төбеге шығып қарасам топырақтың үстінде сіз ес-түссіз жатыр екенсіз. Шошып кетіп кеуде тұсыңызды тыңдап көріп едім. Құдайға шүкір, жүрегіңіз соғып жатыр. Дереу аттың алдына өңгеріп үйге алып келдім. Машинаңызды балалар осы жерге жеткізіп қойды. Шынымды айтсам ештеңе есімде жоқ. Түнде есіңізді жинадыңыз. Балаларды ауылға дәрігерге алып келуге жіберейін деп едім, қарсы болдыңыз. Содан таңға дейін тізерлеп отырып, біреуден кешірім сұрадыңыз. Кешқұрым үйіне қайтты. Түнде түс көріпті. Ақ шапан киген, адуынды ақсақал аса таяғымен басынан аямай ұрып жатыр екен. Өңіндегідей өңменнен өтер сөздер айтты. Аруақ атқыр, неге маза бермейсің? Қаншама шейіттің қаны төгілген жерді тонап болдың ба? Сол түні Ермұраттың тағдырын тас талқан еткенде еді. Ертесіне жын ұрғандай, денесі қалшылдап, демігіп, аузынан ақ көбігі бұрқырап, әсте-әсте естен танып қалуды шығарды. Бар жиған тергенін аямай шашып, мықты деген дәрігерлерге қанша қаралса да, сырқатының сырын тап басып ешкім айта алмады. Ең қиыны түнде ұйқыдан қалды. Төсегіне жантайып көзі ілінсе, түсіне сәлделі ақсақал кіріп, кеңірдекке қол салып, қылқындыруды бастайды. Енді бірде үстіне ақ кебін киіп, күл парса шыққан бас сүйекті жинап отырады. Аласұрған айлар зымырап өтті. Қураған гүлдей құр сүлдері қалған Ермұрат көзін ашқанда аурухана төсегінде таңулы жатыр екен. Жанында жүрген ақ қалаты еңгезердей жігіттердің әлпетінен есі ауысқандар жататын палата екенін долбарлады. Тыныштандыру үшін алдында ғана күре тамырына салған дәрінің күшінен тағы көзі ілініп кетіпті. Түс көріпті. Баяғы еменшектей беретін жастау балалық шақ екен. Қабағы қатулы, марқұм әкесінің жекіре сөйлеген сөздері
еміс-еміс құлағына келді. Аруақты шошытып нең бар еді? Сенің мал жаныңның иесі, дәулетіңнің берекесі сол төбеде жатыр еді ғой. Не істедің балам? Ендігі тағдырың не болады? Ермұрат төсекке таңулы жатқанын ұмытып, орнынан атып тұрып кеште болса, айғайлап кешірім сұрағысы келді. Әттең, әл дәрмені жетпеді. Әңгіменің соңы. Әңгіме авторы Қуат Бораш.